Ассалаумағалейкум жігіттер, кеш жарық. Бүгін сіздерге Toyota машиналарының 2002 жылға дейін Toyota машинаның барлық түрлері Калдина, Карина, Камри, 10-ка, 20-ка, 15-тік, 25-тік барлықтарының дроссельный заслонкасы туралы. Жігіттер, дроссельный заслонканың ауыруы білесіздер, холостой ход дұрыс ұстамайды, лишь бы оборот айғайлап тұрады, болмаса оборот қатты төмен тұрады, болмаса тахометр ойнап деп оборот ойнап тұрады. Жігіттер, бұл дроссельный заслонка көбісі айтады, мысалы мынандай сұрақтар келіп жатыр да, маған көбінесе көп қойып жатыр сұрақтар. Дроссельный заслонканы тазаладық, оборот жоғары болып қалды, немесе оборот вообще төмен түсіп кетті, немесе оборот қызығанша дірілдеп, немесе газбен ұстап отырамыз, қызығаннан кейін машина түзеліп алады деген сияқты сұрақтар көп келіп жатыр. Сол үшін жігіттер, дроссельный заслонканы тазалардың алдында, мынаны шешеміз, тазалардың алдында өз дроссельный заслонканы болады, екі ақтачық қой, біреуі потенциометр, дроссельный положение дроссельный заслонка, екіншісі РДХ регулировка холостого хода. Осыларды мынаны жарайды тазалаған кезде шешпейміз, мынаны обязательно шешеміз, потому что нарда винт бар, соны қатып қалады, соны тазалаймыз. Осын шешкен кезде жігіттер, нараға дұрыстап меткісіне қарап аламыз, қалай тұр, тура солай саламыз. Өйткені бұл регулировка мына екеуі босаған кезде оңға, солға примерно 5 градус оңға, 5 градус солға, примерно айтып тұрмын. Сондай мынау бұралады ары бері. Сол, например, оңға қаратай қатты бұрап жүрсеңіздер до конца, бұл холостой ход 1100-1200-де тұрып алады айғайлап. Ал енді солға қаратай, оңға қаратай қатты, солға қаратай қатты бұрап жүрсеңіздер, холостой ход вообще 600-500 сондайға дейін түсіп кетеді, мотор дірілдеп кетеді, дір. Сол үшін жігіттер, дроссельный заслонканы тазалап болғаннан кейін осыны дұрыстап қоямыз. Моторды қыздырамыз, қыздырғаннан мына екі босатамыз да, ақырын осы регулировканы қойып аламыз, қайтадан тартып тастаймыз. Бұған кейбіреулер айтып отыр, адаптация жасайды деп. Мынандай дроссельный заслонкаға адаптация жасалмайды жігіттер. Адаптация электронный дроссельный заслонкаға адаптация жасалады. Бұларға бәрі ручной жігіттер. Сол үшін тазалап болған кезде осы РГХ-ға мұқият боламыз. Осыны дұрыстап регулировка қоямыз жігіттер. Бұл енді білмейтіндерге, көбінесе өзім оқырмандарыма, жүргізушілерге, енді профессиональный машина жасап естуда жүргендер неше түрлі ақыл айтады комментарийда. Оны білеміз, ой, анау деген сияқты. Сол үшін жігіттер, лайк басамыз, комментарий жазамыз, репост жасап, видеоны таратайық. Кішкене болса да көмек болсын. РГХ-ның регулировка жасауды ұмытпаймыз, дұрыстап.